Саламатсыңдар ма балалар? Саламатсыздар. Бүгінгі сабаққа дайынбыз ба? Көңіл-күйіңіз қандай? Жақсы. Mana бәрімізге онда осындай болсын, жақсы болсын. Олай болса балалар, қазір біз 3 топқа бөлінеміз. Ол 3 топқа бөліну үшін тақтаға шығып, мына берілген сандарды басамыз. Сол осы сандар арқылы біз 3 топқа бөлінетін боламыз. Жылдам келіп, топқа бөлінейік. Бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын мен кіммін деген сұраққа жауап берейік, яғни толығымызбен. Мысалы, мен ұстазбын, мен білім беремін. Олай болса, топқа бөлініп алды. Енді біз кімбіз? Топ бойынша сол сұрақтарға хормен жауап береміз. Бірінші ақылдасып алайық, өздеріңіз кім екендеріне. Содан кейін сол топпен жауап береміз. Biz Ahmet'imiz, biz Oyşıl'ımız. Sendер екінші топ? Biz Taplamız, biz Taplamız. Biz Yeşildemiz, Okuşımız. Жақсы, олай болса, міне сендердің бүгінгі ұрандарың белсенді оқушы болсаңдар, екінші топтарымыз қандай оқушы болса, ұрандар бір ақылды, үшінші топ алғы ойшыл екен. Олай болса, міне әр уақытта сабағымызда осылай белсенді, ақылды, білгір болып сабағымызға қатысып отырайық балалар. Балалар, олай болса біздің келесі айдарымыз батырдың ізімен. Яғни біз 3 топқа бөлініп отырмыз. Осы 3 топ 3 сұраққа жауап беретін болады. Бірінші топ, Махамбетті қандай сөзден сипаттайсыңдар? Екінші топ, мен едім деген сөз саған не елестетеді? Үшінші топ, батырдың ең басты қасиеті не? Осы 3 сұраққа жауап беріп, біз шығарманы тереңірек білуге, ұғуға тырысамыз. Сендер Махамбетті қандай сөзбен сипаттайсың, Әділжан? Мен оны арыстанға теңеймін. Ол батырлардың батырына теңеймін, және ол өз елі үшін көптеген адамдарға қарсы шыққан болатын. Жақсы, ал Қолғанат сен? Мен Махамбетті қанды қасиелігін, қанды істегеніміз, биікке самғайтын, Биікке самғайтын құс, иә балалар, е? Махамбет те биікке ұмтылды. Ал екінші топ, сендер мен едім деген сөзді қалай не елестетті? Расыл? Бұл мен едім деген сөзде ол өз адамның өзін танығанын, өзінің қалай көрсететінін бейнелеп тұрады. Бейнелеп тұрады, иә? Тағы да кәне, Нұрай, сен өзің қалай түсінесің? Мен едім деп. бұл өлеңде елдің еркіндігін көрсетті, жақсы. Ал үшінші топтан Үміт? батыр өз елінің өшірін қастерлеу керек. Қастерлеу керек, тағы да аяғы. Батырдың ең басты қасиеті оның отансүйгіштігі, отанға деген құрметі, иә? Жақсы. Біз қазір балалар осы сұрақтарға жауап беру арқылы біз Махамбеттің бойындағы қандай қасиеттері бар, батырдың қандай болу керек екені туралы біз өзіміздің білімімізді толықтырдық. Жақсы. Балалар, мен қазір сендерге топтық жұмыс беремін. Мына тақтада тұр. Бірінші топ, мен кіммін? Екінші топ, не үшін өмір сүремін? Үшінші топ, мен нені қорғағым келеді деген сұрақтарға жауап беру арқылы мына дәйек сөздерді пайдалана отырып сұрақтарымызға жауап береміз балалар. Қазір ойлануға 1 минут уақыт беремін. Өз ойларымды топ бойынша қорғап, сол бойынша ойларымызды айтатын боламыз. Ал мына дәйек сөздерді пайдаланамыз. Бірінші сендер. Қай топ дайын екен? Қай топ дайын болса, мына шапалақ ұру арқылы біз белгі береміз. Қай топ дайын береміз? Үш тобымызда біздің дайын екен. Олай болса, біз бірінші топ оқушыларына сөз кезегін берейік. Ал бірінші топта Шехризат. Сұраққа жауап береміз.
өмірдегі жол табу үшін алдына мақсат қойып аянбай еңбек етеді. Дұрыс айтасыз, мақсат қояды. Ал енді қазіргі таңда жеке тұлға алдына мақсат қойып, сол мақсатқа жету үшін не істейді Нұрай? Қане, не істейді екен? Еңбек етеді, білім алады, өте жақсы. Ал енді Махамбеттің тұсында қандай болды, Әділжан? Махамбеттің тұсында қандай болды? Мен деген сұраққа жауап беруге. Мен деген сұраққа жауап беруге. Ол кезде ел деген халық болды ғой. Иә, мына сол халық. Ел деген халықтың жағдайын түсіндірді ғой сол шығарма. Иә, Ол кезде жаңағы Махамбет тек өзінің ғана атынан емес, ол халықтың атынан да сөйледі. дұрыс айтасың, халықтың атынан да сөйлеп, көптік мағынада сөйледі, иә, міне мен едім деп өзі арқылы халықтың мұңын білдірді, мұңын жеткізді. Иә, жақсы, өте жақсы бірінші топ. Ал енді екінші топ, қане, қайсымыздаймыз? Расыл. Махамбеттің өмірлік миссиясы ол қазақ жерінің рухын, тәуелсіздігін алу үшін күрескен ақын батыр болып келеді. Ол осы қазақ жері үшін көптеген еңбегі сіңген батыр. Ол халықтың атынан сөйледі, өзінің емес. Халықтың атынан сөйлеп, көптеген адамдарға қарсы шықты осы қазақ жерінің құртпақшылығы. Иә, өте жақсы. Ал енді бүгінгі әлемдегі тұлғаның миссиясы қандай екен? Не үшін өмір сүреді екен қазіргі? Еріктілік, білім, технология және еңбек қызметі. Ал болса, Әр адамды өзінің дамуына өз қосу арқылы өмірлік істеріне қысқарады. ал Қазіргі әлемде адам өз арманы мен мақсаты үшін күреседі. ал Нұрмат Ғалымдар мен инженерлер жаңа технологиялар адамдардың өмірін жеңілдетеді. жеңілдетеді, иә, қазіргі кезде қандай біздің заманымыз тыныш, аспанымыз ашық, әрбір жеке тұлғаның алға қойған өзіндік ұстанымдары бар. Сол ұстанымдарға жету үшін біздің мемлекетіміз бар жағдайын жасап қойған, иә, жастардың да, орта буын өкілдерінің де, қарттардың да біз керемет бейбітшілік заманда өмір сүріп жатырмыз. Ал үшінші топ, сендер, Үміт. Біз қоғамда ең өзекті мәселені салт дәстүр және әлем құрып рухын сақтап қалуымыз керек. Біз қазіргі таңда ұмытылып бара жатқан еліміздің тілін, мәдениетін, жерін сақтағымыз келеді. Ал Әсия, сен нені тағы сақтағың келеді? Өркениеттің, мәдениетін Өте жақсы, өркениетті, мәдениетті сақтағысы келеді екен. Нұрмат, Мұхаммед, сен нені сақтағың келеді? Біз қазақ жерін басқарда. Байыстарымызды, иә, өте жақсы. Міне, сен Ернұр Қазақ жерінің бейбітшілігін сақтағың келеді. Міне, біздің болашақ, біздің мемлекетімізді сақтап, қорғайтын міне ер балалар, біздің жаңағы отан алдындағы борышын өтеп, сол үшін аянбай қызмет ететін міне қазіргі жастар сендер балалар. Балалар, енді бізге мына жерде Махамбет Өтемісұлының өлең берілген. Осы өлең шумақтары бізде адасып тұр екен балалар. Сөздері ауысып тұр. Осыларды біз кәдімгі орнына қою арқылы екі шумақ Махамбеттің өлеңін жазып шығамыз қазір орнына қойып. Кәне, бірінші топтан, екінші топтан, үшінші топтан оқушылар белсене қатысамыз. Кәне, кім шығады? Расыл, екінші топтан келе ғой. Айтып отырып қоямыз. Басын кессем деп едім, жылғадан танымағызып. Жақсы, келесі. Кәне, келе қоям жүріп. Бер қарай. Дайын. Ана жаққа қарай. Дайын. Тұра қалыңдар, көрсетілмейді ғой. Оқиын, өлеңді. Қаншасын қақпа алдында жылашы. Тоқсан. Даусын үшін 2-3. Қаншасын қақпа алдында жылатып, ерін етпей тесіп. Жақсы. Ары қарай. Кәне. Келе ғой. Кеңірдегін кесіп, шырағы басын түсіріп. Нұрай. Мен едім, мен ағында жүргенде. Жақсы. Келесі Асия.
қазақ мәселелердің өздерінде қандай? Жақсы. Ары қарай екеу қалды. Кәне қайсысын шығамыз? Шехризат. Тұрман келе ғой. Келе дайын тұрамыз екеусі. Қаны жуанилердің атындай дауысынан. Кім? Екі тарлан бөренің Исатайдың дарында. Исатайдың дарында екі тарлан бөренің. Кәне, енді біз қазір тексеріп көреміз. Бізде mana екі сұрағымыз дұрыс емес, қалғанның барлығы дұрыс болып шықты. Балалар, бүгінгі сабаққа жақсы белсене қатысқан оқушыларымыз Аринжан бірінші топтан, Қолғанат, Шехризат, мынау екінші топтан Нұрай, Нұрасыл, үшінші топтан Аяру, Үміт, Әсия, Нұрмұхамед, осы оқушыларға өте жақсы деген баға қоямыз. Екінші топтан мынау Аха, Нұрмат, Нұрай, Ернар, сендерге 4 деген бағаны қоямыз. Сабаққа жақсы белсене қатысып отырамыз. Енді үйге тапсырма сендерге Махамбет Өтемісұлының мен едім атты өлеңін жақсылап оқып, жаттап келеміз. Енді қазір сабағымызды қорытындылай келе, мына жерге сендер смайликтер береміз. Мына жерге тақтаға өздерінің бүгінгі сабақтан алған әсерлеріңді, көңіл күйлеріңді мынау смайликтерге қазір содан кейін мынау тақтадағы смайликтерге өздерінің көңіл күйлеріне қарай жабыстырып кетеміз балалар.